Суретке қара. Бұтақта 3 жапырақ болды. Қатты жел соғып олар ұшып кетті. Бұтақта қанша жапырақ қалды? Бұтақта бірде-бір жапырақ қалмады. Мұны жазуда қалай көрсетеміз? 3 азайту 1, азайту 1, азайту 1, 0 шығады. 0 бұл натурал сан ба? Жоқ. Себебі натурал сандар бұл заттарды санау кезінде алынған сандар. Бірінші бұтақта 6 қарақат жидегі, екіншіде 9 жидегілеулі тұр. Ал үшіншіде жидектер болмады. Жидектердің санын тиісті санмен белгілейік. 6, 9, 0. 0 санын қосу мен азайтудың негізгі қасиеттерімен танысайық. Кез келген санды А әрпімен белгілейік. Егер 0-ге санды қоссақ, сол санның өзін аламыз. Егер кез келген санға 0-ді қоссақ та сол санның өзін аламыз. Мысалдар қарастырайық. 6-ға 0-ді қоссақ 6 болады. 0-ге 5-ті қосамыз 5 шығады. 0 санымен азайту кезінде қандай қасиеттерді білу керек? Егер саннан сол санды азайтсақ, онда 0 шығады. Егер саннан 0-ді азайтсақ, сол санның өзі шығады. Мысалдар қарастырайық. 3-тен 3-ті азайтсақ, айырманың мәні 0-ге тең болады. 2 азайту 0, 2 болады. Тәрелкеде 3 шабдалы болды. Мұрат, Камила және Руслан әрқайсысы бір шабдалыдан жеді. Тәрелкеде неше шабдалы қалды? Бір-бірден азайтуға болады. 3 азайту 1. Мұрат жеген шабдалы. Азайту 1. Камила жеген шабдалы. Азайту 1. Руслан жеген шабдалы. 0 болады. Немесе 1-ден 3-ті азайтуға болады. 3 азайту 3 0-ге тең болады.